Бәлеге қалдым ғой. Қашаннан бері, қай уақыттан бері үйге көмір жағу қиын болған айтыңыздаршы. Түк қиындығы жоқ. Күніне 2-3 шүле көмір сақ қоясың, болды, үй қызыл қайнап тұрады, сондай пеш болды. Кәдімгі новостройкада елдер салып қолданып жүрген пеш, елдің бар, сол пешпен қолданады. Бұл новостройка, достар. Бұл жерде небәрі 13-14 қана үй бар. Бұл жақта газ келу үшін 30-дан аса үй болу керек. Биылша енді пока 15 үй салынды, келесі жылы Құдай қаласа тағы да үй көбейеді. Сосын келесі жылы газ тартады. Ақшасын төлеп қойғанбыз, сөйлесіп қойғанбыз, очередке тұрып қойғанбыз бұйыртса, келесі жылы газ келеді. Сол газ келгенше бұл пешті пайдалануға тұрамыз. Одан кейін Құдай сақтасын, аварийный ситуация болып жатса, осы пешті мамалар пайдалана береді. Два в одном болады, былайша айтқанда. Қиын болмасын деген ниетпен істеліп жатқан нәрсе бұның бар. Ол қазір барамыз да миллион теңгеге умный пеш аламыз, ертең ол ештеңеге жарамай қалады. Енді біз де ақымақ емеспіз ғой, біз де білеміз, жан-жақтан сұрап, көріп, біліп, ақыл тыңдап, одан кейін барып жасап жатқан нәрселер бар ағайын. Сол себепті дұрыс жағынан түсініңіздер. Мен сіздерге түсінікті болсын деп айтып отырмын бұның барлығын. Ал біз свет жағып қойып жұмыс істеп жатырмыз. Мына мұржа қалай болды деп жатсыздар ма? Қараңыздар міне. Пожалуйста, төбеде біреу отыр. Брат, есімің кім еді сенің? Төбеге шығып. Ош мурвин қойып отыр ғой, мынаны қарасаңыздаршы. Көрдіңіздер ма? Қалай аяқ қойын деп тұр ғой, Құдай қаласа. Трубаларын тартып, батареяларын бәрін қойып, ал енді мына батареяның астындағы трубалардың бар, Құдай қаласа, чистовой стяжканың астында кететін болады. Айтпақшы, мына жерде бар, міне мынаны ұмытып, мынау санузылдікі. Санузылдың батареясын көрдіңіздер ма? Осылай достар, мықты жұмыс болып жатыр. Чөпіл болдың заттарын алып қойғанбыз. Чөпіл бұтатамыз, Құдай қаласа. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік. Біз енді ханзадалық жалғасып жатыр. Сол үшін 14:30-да жіберіп алмай, бізбен бірге болыңыздар. Енді біз бүгін ортадамыз. Біраз қызық бүгінде болайын деп тұр. Сау бол. Я, кстати, еще и перекрасилась, если вы заметили. Это не конечный итог, конечно. Еще көп қыздар сұрапты про перманент правей. Қалай болып жатыр, не болып жатыр деген сияқты. Негізі істеп болғаннан кейін қатты өкіндім. Ол жайлы келесі сториста айтам. Поудобней, алдыңғы сториста айтқан перманент істеткеннен кейін қатты өкіндім деген сияқты. Сол туралы айта кетсем, жалпы өкінгенім неге мен бұрыннан бері істетпегем деп өкіндім. Себебі менде мына жерімде шырам бар. Сол шырамның кесірінен менің екі қасым екі түрлі деген сияқты ғой. И күнде біз эфирға келерде бояусыз келеміз, күнде ұялып, блин, ешкім көріп қоймаса екен деп келетінмін. Енді наконец-то ол страхтың бәрі кетті, таңертең лишь бы умыться, уходка істеп, сөйтіп шығып кететін болдым. Вообще супер. И мен смело барып істеткен бір себебі ол менің мастерім, топ мастер Азиза. Ол кісі чемпион по перманенту, сол үшін прям смело бардым. И егер де мен сияқты решаться ете алмай жүрсеңіздер, тогда это для вас знак, девочки, я оставлю аккаунт. Достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Эфирден шықтық. Мына жерде қолдаушылардан келген сыйлықтарды ашып жатырмыз. Бізге келген жаңа фольгамен оралған не деп бәрі сұрап жатыр екен. Осындай керемет мультиварка, содан кейін міне қолдаушыларымыз Ақерке бүгін ғана клубника жегім келіп отыр деп еді, осындай клубника шоколад жіберіпті. Рахмет. Содан кейін бізде осындай картинкалар жіберіпті. Мынаны қараңыздаршы, ойбай, шуға айналып кеткен, арты шу болған картаның нелерінде фотоңымызда картинка істеп қойған екен. Мынаны қарашы, ойпырмай. Ақерке, түсірші мынаны қараңыздаршы, бірге қойып түсірші. Осылай ханзадасы 2025 дейді. Рахмет барлықтарыңызға, Алла разы болсын, қолдаушыларға өйстіп қолдай беріңіздер, біз сіздердің үміттеріңізді ақтай береміз. Әмин. Бензині біткен, әкеңізмен қашам, мама. Ой бе. Сонымен мама мен папа маған бензин құйып, заправкаға жетпейін деп жатырмын. Сонымен мамаға айтады, менде бензин бар, кішкене құйып берейін деп. Сонымен соны құйып алып заправкаға кетейін деп жатырмын. Кішкенеміз көп десең көп құйып береміз ғой? Жоқ, көп керек емес, бір где-то бір 2. Айтсаға 2 литр жететін шығар, я? 1 литр ма? 1 литр жететін шығар? 1 литрмен жетем ғой мен, неге дейін, главное жетсем болды. А? 1 литр құясаңыз көп керек емес. Жоқ, бәрі керек емес, айтсаға маған 92 болмайды ғой. Жоқ, айтсаға. Сол 1 литр мен қазір бәрі 92 құясың, ауырластыру керекпін мен. Мама, неңіз, бауыңыз шешіліп қапты. Ау? Бауыңыз шешіліп қапты. Кроссовок кидің ба? Иә. Бүйтіп біле саған ғой, ама мұжық. Жәндері маған жандар ашып екеуі құйып көмектесіп отыр. Көп құймаңыз, главное.
Менің машинам просто 92 мен демаламайды, тыныстадамайды. 95 қана керек. Тап-таза Айтсаға да бәрі жерде әйтеуір запаста. Шықтық, енді кім келіп жатыр деп сұрапсыздар менен. Менің сұлтаным келді, міне. Өзі тауып алды мені бір жерден. Өзі менің қызымның туған күні деп Қарағандыдан келіп тұр. Осындай бір жерге тамақтануға келдік. Қалайсыз жалпы? Ғазиза Сұлтан, алтынның бәрін тізіпсіз. Мынау болмайды, мынау күшті. Алтынның бәрін тізіпсіз, как обычно. Нормально ма? Шүкір. Еще онымен бірге мен братаным келді, ол камераны ұнатпайды, көрсетпе деп. Қазір қабағын түйіп, маған осы қазір ренжіп қалды деп ше. Қолым бітті десе. Иә, сол берса мен 20-сы туған күнім, соған қарай жанында болайын деп еще қолын кішкене ауыртып алған, жұмысқа шықпайды. Сол сестрам, барлық отбасым келген жайы бар. Наватқа тамақтануға келдік. Сұрап жатқан жандарға. Сол қазір отырмыз әңгіме айтып. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Баламды садиктен таңертең апарып, өзім киіп алып кетейін деген ма? Мама сені обед пісіріп бары бер дегенде, қазір көрейік қандай екен. Бағана жылап еді, таңертең қалдырып кеткенде. Қазір қалай екен? Үйге соғып тұрып, тамақ істейін деп жатырмын. Бүгін маған демалыс. Қандай тамақ істеп тұр? Қайдан мен? Қазір көресіздер. Жаныма мынандай алдым. Мен любимый шоколадым болжан. Жаным, Толя. Мынау самый лучший Толя, шоколад Толя. қыздар. Бір өзі қымбат тұрады еще. Құта қандай болса да тәп-тәп. Оны ешкімге бермей жеу керек қой. Тық-тық деп.